Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода сіздермен осындай арасы үлпілдек болып шығатын пирогның рецептімен бөлсемін. Бұл пирогымыз өте тез дайын болады. Өзімнің жиі жасап жүрген рецепттерімнің бірі. Үнемі осындай биік болып, үлпілдек болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға сұйық майды құямыз. Сұйық майдың үстіне шекерді және жұмыртқаны салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Миксердің қажеті жоқ, жай венчикпен араластырсақ болады. Араластырып алдық, енді үстіне алдын ала електен өткізілген ұнды саламыз толықтай. Оның үстіне бір пачка разрыхитель саламыз. Қопсытқыш. Өздеріңіздің қалауларыңызбен ванилин қоссаңыздар болады. Мен ванилин қосамын бір пачка. Және сүтті толықтай құямыз. Сүт бөлме температурасында болғаны жақсы. Тағыдай венчикпен бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Міне осындай әп-әдемі қою масса шығады бізде. Енді тестамызды толықтай барлығын формамызға құямыз. Менің формамның диаметрі 24 сантиметрлі форма. Сіздер 26 диаметрлі формаға құйсаңыздар да болады. Қызып тұрған духовкада 30-40 минут пісіреміз. Міне осындай болып пісіп шықты. Бетін сахарная пудрамен әсемдеуге болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте жұмсақ әрі оңай дайын болатын пирогтардың бірі. Сіздерде де осындай дәмді пирог шығады деген ойдамын. Каналға тіркеліп, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлзира, баршаңызға рахмет.